Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен және табиғат, и дыбысы мен әріпі. Сабақ мақсаты и әріпімен танысамыз, и әріпінің дауысты немесе дауыссыз дыбыс екенін ажыратып, көркем жазамыз. Сөздерді тұтастай оқып үйренеміз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Мына тұрған жұмбақты оқып, шешуін табайық. Үйді қорғайды, үйшікте тоңбайды. Үйді қорғайды, үйшікте тоңбайды. Балалар, жұмбақтың шешуін кім біледі екен? Жарайсыңдар балалар, жұмбақтың шешуі ит. Балалар, ендеше бүгін біз и дыбысымен танысатын боламыз. И дыбысының баспа түрі және жазбаша түрі. Ендеше балалар, и дыбысын бүгін жазып үйренеміз. Ол үшін тақтаға назар аударыңдар. И дыбысын жазу үшін, үлкен и дыбысын жазу үшін балалар, бәріміз назар аударайық. Жоғары жақтан иіп әкеліп, жоғары көтеріп, қайтадан төмен түсіреміз. Жоғарыдан бастап, төмен түсіріп, иеміз. Енді кіші әрпіне назар аударайық. Жолдың ішінен балалар, жоғарыдан төмен қарай сызықшаны әкеліп, иіп жоғары көтереміз. Қайтып әкеліп, жоғарыдан төмен қарай әкеліп, иеміз. Ендеше бәріміз дәптерімізді ашып, дәптермен жұмыс жасайық. Кәне балалар, дәптерлерімізді ашыңыздар. И дыбысының үлкен әрпін және кіші әрпін толтырайық. Ал енді балалар, тақтаға назар аударайық. Мына тұрған өлеңді бәріміз қайталап айтайық. Керек, ие керек итке, ине керек жіпке, икем керек іске, иық керек жүкке. Тағы да бір қайталайық балалар. Керек, ие керек итке, ине керек жіпке, икем керек іске, иық керек жүкке. Жарайсыңдар балалар. Ал енді кітабымызды ашып, қарамен жазылған сөздерді барлығымыз бірге оқиық. Ши, ти, иек, тиек, ирек, сирек, иық, қиық, тиін, тиын, ие, шие. Балалар, тағы да бір қайталап оқиық. Ши, ти, иек, тиек, ирек, сирек, иық, қиық, тиін, тиын, ие, шие. Балалар, оқыған сөздерімізге назар аударайық. И дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі екен балалар? Ал енді балалар, кім тапқыр ойынын ойнайық. И әріпі кездесетін суреттерді көк сандыққа, и дыбысы кездеспейтін суреттерді қызыл сандыққа саламыз. Жарайсыңдар балалар. И дыбысы кездесетін сөздер дұрыс тауыпсыңдар, жарайсыңдар.
Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жетістік баспалдағы алдарымыздағы тұрған жасыл түсті, сары түсті және қызыл түсті парақты көтерейік. Кімге барлығы түсінікті болса, о бала жасыл түсті көтереді. Кімнің сұрағы болса, сары түсті көтереді. Кім сабақты түсінбесе, ол бала қызыл түсті көтереді. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.